Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін ағзамызға өте пайдалы, ашытқысыз, яғни дрожсыз нан жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Бізге ең алдымен 2 стакан айран керек болады, яғни 400 грамм айранымызды, жылы айранымызды ыдысымызға салып аламыз. Және оның үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Бізде реакция болады. 2-3 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай көпіршік пайда болады. Енді айранның үстіне 1 шай қасық тұзымызды және табиғи балымызды саламыз. Жақсылап араластырып, бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Енді оның үстіне овсянка саламыз. Мен қазір қара ұн қолдандым. Бірінші қара ұнымызды жақсылап електен өткізіп алып, оның үстінен жоғары сұрыпты ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қазіргі таңда білесіздер, өт толуы, бауырға май басуы, барлығы осы біздің тамақтануымызға байланысты. 365 күн жейтін нанымыз біздің күнделікті ашытқымен дайындаймыз, яғни дрожбен дайындаймыз. Бұл дрож біздің ағзамызға өте қатты әсерін тигізеді. Бауырымыздың май басуы және өтіміздің толуына алып келеді. Сондықтан табиғи жолмен осындай ешқандай дрожсыз нанды пайдалансаңыздар болады. Міне біз қамырымызды илеп алдық, үстіне сұйық майымызды құйып 10 минутқа демалдыруға қоямыз. Қамырымызды салафанымызға салып 10 минут қана демалдырамыз. Қамырымыз сондай әдемі болып шықты, жұмсақ болып. Дәл видеода көрсеткендей етіп салафанымызға салып 10 минут қана демалдырып аламыз. 10 минуттан кейін қамырымыз өте әдемі жұмсақ болады. Енді қамырымызды теңде 2-ге бөліп аламыз. Немесе үлкен бір нан жасасаңыздар да болады. Мен қазір 2-ге бөліп алдым. 2 шағын нан шығады. Екеуін бірдей етіп бөліп алып, ыдысымызға салып қоямыз 1-2 минут қана. Енді табамызды қыздырып қоямыз. Енді табамызға осындай форма беріп жайғастырып аламыз. Бетін кішкентай өткір пышақпен кесіп алсаңыздар болады. Өте қатты емес. Бетін ғана кесіп аласыздар. Және ешқандай жұмыртқа жақпаймыз. Жай ғана суды сеуіп 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз пісіп шықты, ыстық болып. Енді оның бетіне сары майымызды жағамыз. Нанымыз толық суы керек. Жақсылап мұздағаннан кейін ғана нанымызды кесеміз. 2-3 сағат нанымызды алып қоямыз. Толықтай суығаннан кейін барып нанымызды әдемілеп кесетін боламыз. Сол кезде біздің нанымыз өте әдемі болып кесіледі өз формасында. Міне біздің нандарымыз дайын. Міне біздің нандарымыз өте әдемі болып кесілді өз формасында. Өте дәмді әрі пайдалы нандардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауды ұмытпаңыздар. Ағзаларыңызға өте пайдалы. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, асқазан ауруы, өт толуы және бауырға май басу аурулары сіздерде болмайды. Өздеріңізді жеп-жеңіл сезініп, салауатты өмір салтын сүретін боласыздар. Ағзаларыңызға пайдалы әрі өте дәмді тамақтарды менің каналымна көре аласыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді, достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма өз пікірлеріңізді жазуларды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде дәл осындай дәмді әрі пайдалы нанды жеуге сіздерге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.